Оқушылар сендер төменгі сыныптан бастап компьютерде әртүрлі программалармен жұмыс жасап келесіңдер. Компьютерде жұмыс жасау үшін бізге міндетті түрде программалар қажет екенін де білесіңдер. Енді осы программалар қалай жұмыс жасайтынын қарастыратын боламыз. Жалпы программа дегеніміз компьютер деректерді өңдеу процесі барысында орындайтын командалар тізбегі. Программалық жабдықтама компьютердің ұзақ мерзімді жадының барлық құрылғыларында сақталатын программалар жиынтығы болып табылады. Программалық жабдықтама үш түрге бөлінеді: жүйелік программалар, қолданбалы программалар, программалау жүйелер болып. Енді әрқайсысына тоқталатын болсақ, жүйелік программалар дегеніміз бұл операционный система, яғни біздің программалармен жұмыс жасауға қажетті ең негізгі жүйеміз болып табылады. Оларға Windows XP, Windows 7, 10, 11, 12 әртүрлі версиялары кете береді. Сонымен қатар Linux жатады. Енді қолданбалы программалық жасақтаманың өзі екіге бөлінеді: арнайы және әмбебап. Арнайы деп отырғанымыз әртүрлі салаларда, мысалы бухгалтерияда A1S программасын, графикамен жұмыс жасқанда Matchcat программасын, және дизайнмен жұмыс жасағанда Adobe программаларын қолданады, яғни арнайы әртүрлі салада қолданатын программалар. Оны кез келген адам жұмыс жасай бермейді. Сол салада қызмет атқаратын адамдар ғана жұмыс жасайды. Екіншісі әмбебап, универсальный, яғни бұны кез келген адам қолданады. Мысалы Excel'де кесте құрып, PowerPoint'та слайд жасап, Word'та мәтіндерді жазуға болады. Үшінші түрі бұл программалау жүйелі, яғни бұл деген программированиемен жұмыс жасауға арналған арнайы программалар. Бұларға Fortran 77, Delphi, C++ программасы, қазіргі таңда қолданып жүрген Python программаларын жатқызуға болады. Компьютердің барлық құрылғыларын басқару үшін арнайы бізге программа қажет. Ол программа операциялық жүйе деп аталады. Операциялық жүйе компьютерлік құрылғылардың үздіксіз жұмыс істеуін ұйымдастыратын, компьютер жадын, процесстерді, барлық программалық және аппараттық жасақтамаларды басқаратын базалық жүйелік программалық жасақтама болып тұрады. Яғни біздің программалармен жұмыс жасауымыздың принтерден қағаздың шығуы, модемнен интернеттен келуі, модем арқылы интернеттен келуі, барлығын осы операциялық жүйе басқарады. Компьютердің операциялық жүйесі мынандай міндеттерді атқарады. Яғни компьютер құрылғыларының, жадтың, процессордың, сыртқы құрылғыларының жұмысын басқарады, қолданбалы программалардың жұмысын қамтамасыз етеді, компьютер мен адам арасындағы байланысты орнатады. Операциялық жүйелерді екі түрге бөлуге болады. Олар бір міндетті және көп міндетті. Яғни бір міндетті дегеніміз бір пайдаланушы пайдаланып командалармен жұмыс жасауға арналған. Бұларға MS-DOS операциялық жүйесі жатады. Бұлар командалармен жұмыс жасауға арналған, яғни пернетақталармен MD, CD, RD командалармен жұмыс жасауға арналған. Екіншісі көп міндетті. Бұлар графикалық интерфейске жатады. Олар яғни бір уақытта бірнеше міндетті атқаруға болады. Яғни өлең тыңдап отырып сурет салуға, мәтін теруге және YouTube қарауға. Яғни бір экраннан бірнеше терезені қосып қойып, бірнеше әрекет жасауға болады. Ондай операциялық жүйелерге Windows-тың бірнеше версиясын жатқызуға болады. Windows XP, Windows 7, 8, 9, 10, 11, 12, жаңадан шығып жатқан түрлерін Linux және Vista, iOS-ты, Mac-ты жатқызуға болады.